Мысалы біздің басым көпшілігімізде жаңағы үлкен кісілер болсын, үлкен кісілерден андай бір сөздер шығып жатады бізде. Менің енді жүрегім таза, ешкімнің ала жібін аттамадым мен, бәрі жақсы, көршілерім де жақсы, мен де жақсы, енді осылай жақсы болып келе жатырмыз. Енді осы жақсылығымен ары қарай Алла тағала өзі жарылқайды ғой, енді ақыретінде, дүниені берді, ақыретінде жарылқайды. Мен енді намаз нелерін оқымаймын, ештеңкені етпей қойын, мен жүрегім таза жалпы деген нәрсе сөз айтылады бұл. Бұл адамның өзінің көңілінен шыққан сөзі. Түсінесіз бе? Өзінің көңілінен шыққан сөзі, оған Алла тағала қол қойған жоқ. Абай атамыз айтады, егер осылай сөйлейтін болсақ, Абай айтады бізге, Алла деген сөз жеңіл дейді. Я Алла деген нәрсе. Ол сөз жеңіл дейді. Аллаға ауыз қол емес дейді. Қол жеткізе алмайсың дейді оның разылығына. Алланың разылығына қол жеткізе алмайсың аузыңмен дейді. Ынталы жүрек, шын көңіл дейді. Ықыласты айтып отыр да, Аллаға шынайы берілу, мақсат қылу Алла тағаланың мысалы жаңағы разылығы мен жәннатын. Өзгесі хаққа жол емес дейді. Болды. Міне қараңыз, өзге тәсілдерінің барлығы хаққа қарай жол емес дейді ол. Босқа өтірік үміт етпе деп отыр да бізге.